Так, ассалаумағалейкум, құрметті жас түлектер. Бүгін қаңтар айында келген 10.65-ші нұсқаны талдайтын боламыз. Так, ал кеттік. Бірінші есеп, көлемі 0,4 метр куб болатын дене суға жартылай батырылған. Денеге әрекет ететін Архимед күші. Енді қараңдар, дене толықтай батырылмаған. Яғни қандай да бір мына жерде су болатын болса, суға дене жартылай батырылды. Яғни жартысы суға батырылды, не мына жартысы. Ал жартысы батырылған жоқ. Сондықтан біз бірінші Архимед күшін тауып алайық. Архимед күші қандай еді формуласы? Архимед күші ρ неге батырылып тұр? Суға, судың тығыздығына, G және V дене. ρ, G, V. Енді ρ судыкі 1000-ға тең, яғни 10-ның 3 дәрежесі. 1000 деген 3 нөлі бар өткен. Көбейтілген G 10-ға тең, көбейтілген және дене 0,4. 0,4. Давайте 0,4-ті біз 10-ға көбейтейік. Бізде қанша шығады? 4. 10-ның 3 дәрежесі деген сөз кило өлшемділген ньютон. Енді Архимед күшіміз 4 кило ньютон шықты. Бірақ жауабы бұл болмайды. Себебі қараңдар, дене суға жартылай батырылған деді. Яғни Архимед күші жартысына ғана әсер етеді. Яғни осы шыққан мәнді 2-ге бөлеміз. Сонда 2 кило ньютон бізде жауабы шығады. Жауап С нұсқасында. Келесі. Зенит зеңбірегінің снаряды 800 метр секунд жылдамдықпен тік жоғары атылып, 6 секундтан кейін нысанаға тиді. Нысанаға тиген кездегі снарядтың жылдамдығы. Қараңдар, тік жоғары дейді. Тік жоғары деген қалай? Басында оның жылдамдығы 800 метр секундына болды. Ол жерден жоғарыда тұрған қандай да бір мынау нысана осыған барып жоғары көтеріледі. Яғни жоғары көтерілу деген нәрсені қарастырайық. Кез келген нәрсені тік жоғары көтерілген кезде ол ауаның кедергісінің әсерінен жылдамдығы кемей беріп, белгілі бір биіктікке жеткенде оның жылдамдығы нөлге айналады. Бірақ бізде тиген кез деген сұрақ тұр, иә? Енді қараңыздар. Формула қалай болады? В тең V0 минус атыма или плюс атыма. Соны біліп алайық. Жоғары қарай бізде кеммелі қозғалыс, сондықтан минус АТ болады. Енді бізде А-ның орнына не қолданылады? G қолданылады. Сондықтан V тең V0 минус GT тең. Бастапқы жылдамдығымыз 800-ге тең, минус G 10-ға тең, көбейтілген T. Қанша секунд? 6 секунд. Көбейтілген 6. Тең. Сонда 800 минус 60 тең болады 740 метр секундқа. Жауап С нұсқасында. Келесі. Шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалған нүкте 5 секундта толық бір айналым жасайды. Нүктенің бұрыштық жылдамдығына тең. Енді қараңыздар, бізде n айналым саны ол бір ғана. Уақытымыз 5 секунд. Бізге тауып керек омега деген бұрыштық жылдамдықты. Бұрыштық жылдамдықтың формуласы қандай? Ол фи бөлінген т. Енді фи дегеніміз ол бір толық айналым кезінде 2 пи, яғни 360 градус жасайды. Ал бір толық айналымға кеткен уақытты бізде период деп атайды. Сонда омеганың формуласы 2 пи бөлінген үлкен т. Осы жерде периодты таба аламыз. Период дегеніміз т-ның уақыттың айналым санына бөлінісі. Бізде 5 секунд, айналым саны біреу. Сонда 5 секунд. Тең болады 2 пи бөлінген қанша? 5-ге. 2-ні 5-ге бөлетін болсақ, бізде тақ қанша шығады? 0,4 пи радиан бөлінген секунд. Так, бізде пимен берілмеген, онда не істейміз? 0,4-ті біз пиға көбейтеміз, яғни 3,14-ге. Так, 3,14-ті 0,14-ге калькулятормен көбейте салайын.
3,14 көбейтілген 0,14 1,1000-дан 256 дейді. 1,1000-256 радиан бөлінген секундқа. Бізде ол д нұсқасында, шамамен 1,26. Келесі, азоттың бір молекуласының массасы. Азоттың молекуласы емес, азоттың бір молекуласының массасы. Кез келген нәрсенің бір молекуласының массасын табу үшін біз малярлық массаны Авогадро санына бөлеміз. Сонда малярлық массамыз бізде қараңыздар 0,028-ге тең. Ал Авогадро санымыз 6,02 көбейтілген 10-23 дәрежесіне. Енді басында сандармен жұмыс жасайық. 0,1000-дан 28-ді біз 6,02-ге бөлеміз. 0,0046 көбейтілген 10-23 дәрежесі жоғарыға барса, 10-23 дәрежесі болады. Енді минус 23-ті біз санды үтірді қайырайық. 1 үтір қайырдым, 2 үтір қайырдым, 3 үтір қайырдым. 4,6 көбейтілген, онда мына жаққа тағы да 3 қосылады. 10-26 дәрежесі килограмм. Міне жауап осылай. Яғни 4,65 көбейтілген 10-26 дәрежесі. Яғни оң жаққа үтір қайсысында минус бола береді, сол жаққа қайсысында плюс бола береді. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы. Ішкі энергияның формуласы 2-ден I және де ню РТ. 2-ден I деген. I дегеніміз осы жерде бір атомда болатын болса, еркіндік дәрежесі 3-ке тең. Сонда ішкі энергиясы 2-ден 3 ню РТ. Давайте 2-ден 3 дегенді ғана қалдырайық. Мынау келмейді, мынау келмейді, мынау келмейді. Енді қараңдар, ньюдің орнына біз нені жазуға болады? 2-ден 3 кіші м бөлінген үлкен м РТ. Бізде сонда келетіні д да келмей қалады, сонда келетіні а нұсқасында ғана. Келесі. 1 мольдің мөлшерінде алынған заттың массасы. Біз теорияны, қандай да бір теорияны формулаға келтіру үшін бірінші 1 моль дейді. Ол әрқашан всегда бірінші шама, ол бөлімде болады. Моль деген нәрсе, ол зат мөлшері. Ал алымында келесі заттың массасы дейді. Онда массасы үстінде тұрады. Осындай формула нені білдіреді дейді. Ол бізде білесіздер малярлық масса. Себебі нью тең болады кіші м-нің үлкен м-ге қатынасы. Ал осы жерден үлкен м-ді тапсаңдар, формула осылай болады. Сонда бізге формулада нені айтып тұр? Заттың мольдік массасы. Келесі. Так. Кернеулігі 500 вольт бөлінген метр электр өріс тарапынан 10-9 дәрежесі кулон зарядқа әсер ететін күш. Енді кернеуліктің негізгі формуласы қалай? Кернеуліктің негізгі формуласы F-тің Q-ға қатынасы. Осы жерде F-ті табатын болса, Q көбейтілген E. Q дегеніміз 10-9 дәрежесі ол заряд көбейтілген кернеулік 500. Сонда жауап 500 10-9 деген сөз нано ньютон. Немесе мынаны біз мыңға бөліп жіберейік. 0,5. Мыңға бөлсек, нанамыз неге айналады бізде? Микро ньютон. 0,5 микро ньютон. Ең нұсқасында. Келесі. Соната радио қабылдағышында қысқа толқындық 40 диапазон 75 метр диапазонға сәйкес келетін тербеліс периодының диапазоны. Енді периодын сұрап тұр, бізде қараңдар, толқын ұзындығы берілген. Толқын ұзындығын формуласы қалай еді? В бөлінген нью, немесе ньюді керісінше В көбейтілген Т деп алсақ болады. Өйткені бізге период сұрап тұр. Енді осы жерден периодты алайын. Периодымыз лямбда бөлінген В-ға тең. Енді менде лямбданың біреуі бар, лямбданың екіншісі бар. Мен әр біреуін тауып алайын. Период 1 тең болады лямбда 1 бөлінген В-ның орнына бізде жарық жылдамдығы берілген С. Тең болады. Лямбда 1 40 бөлінген 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі. Тең. 40-ты 3-ке бөлсем, шамамен 13,3 шығар екен. 13,3 көбейтілген 10-8 дәреже жоғары қарап минус 8 дәрежесі секунд болады. Келесі.
Т2 тең лямбда 2 бөлінген С тең. Келесі менде 75 бөлінген 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. 75-ті 3-ке бөлсем 25 шығады, көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі секунд. 25 пен 13 деген қайсында бар? Так, мына жерде жоқ, мына жерде жоқ, мына жерде жоқ. Так, 3 орында емес, сонда міне Д нұсқасында. Біреу 25, біреу 13. Міне Д нұсқасында. Келесі. Суретте жіпке ілінген жеңіл шариктер берілген. Аттас зарядталған шариктердің әсерлесу. Бізде білесіңдер, егер жіпке ілінген зарядтар аттас болса, олар бір-бірін тебеді. Не плюс пен минус болуы мүмкін, не минус пен минус болуы мүмкін. Яғни оларға тебіліс күштер әсер етеді. Яғни бізде ол біріншісінде. Түзу сызықта қозғалған дене координатасының уақытта тәуелділік графигінен 3 секунд пен 4 секунд уақыт аралығындағы дене жылдамдығының x өсіндегі проекциясы. Яғни мына 3 пен мына нүкте мен міне мына нүкте аралығында. Давайте бетейік. Бізде қараңдар. X координатамыздың бастапқысы қанша еді? Координатамның бастапқысы ол 120-да еді. 120 метр. X уже 4-ші секундқа келгенде координатам 60 қалды. Уақытым бір ғана секунд, себебі 3 пен 4-тің арасында менде бір ғана секунд. Енді координатаның теңдеуі қандай, соны бір алайық. X тең x0 плюс vxt. Осы жерден жылдамдықты табылайын. x0-ді бірінші а жаққа шығарып жіберемін. X минус x0 тең vxt. Осы жерден жылдамдықты анықтасақ, x минус x0 бөлінген t тең. X дегеніміз 60, минус x0 дегеніміз 120 бөлінген уақыт 1 тең болады. 60-тан 120-ны алып тастасақ, минус 60 метр секундына. Сонда жауап В нұсқасында. Яғни ол барды да, яғни не істеп жатыр ол? Қайтып тоқтады, барды былай 120-ға дейін барды да, қайтып тоқтап, артқа қарай жүрді деген сөз. Келесі. Жер бетіндегі денеге 60 ньютон ауырлық күші әрекет етеді. Жер бетінен 2r қашықтықта осы денеге әрекет ететін ауырлық күші. Бірінші жер бетіндегін тауып алайық. Жер бетінде формуласы былай болады. F тең G m көбейтілген кіші m бөлінген r-дің квадраты. Бұл жер бетінде сонда бізде жауабымыз 60-ға тең екен. Ал жер бетінен 2r қашықтықта дейді. Яғни мынау бір жер болатын болса, мынау жердің бетінен. Ито тағы одан 2r деген қашықтықта. Сонда формула қалай өзгереді? F тең G, масса өзгермейді, G өзгермейді. R плюс H-тың квадраты деген болады. Тең G, M өзгермейді, M өзгермейді. H-тың орнына мен не шығарамын? H-тың орнына міне 2r. H-тың орнына 2r-ді қояйын. 2r-дің квадраты. Тең G, M, үлкен M бөлінген 2r-ға r-ді қоссам қанша болады? 3r. 10-на екеуін қоссам 3r болады. 10-ның квадраты 9r-дің квадраты. Енді қараңыз, G, M, r квадрат дегеніміз 60-ға тең. 60-тың 9-ға бөлінісіндей. Сонда мен 60-ты 9-ға бөлсем, 6,67 дейді. 6,67 ньютон. Басында 60 ньютон еді, онда 6,67 ньютон шықты. Келесі. Дене периоды 4 секунд. Периоды 4 секунд болатын қарапайым гармоникалық тербеліс жасайды. Екі шеткі ығысулары. Шеткі ығысулары деген сөз олардың амплитудалары. Яғни былай, міне осылай тербеліс жасап жатыр. Тербеліс жасаған кезде олардың міне мынау біріншісі шеткісі, мынау екінші шеткі. Міне бірінші бұла шеткілер, екінші міне астыңғы шеткілері, екеуінің аралығы 40 см дейді. Ал онда біреуінің аралығы менде
x максимум болады. Ол 20 сантиметр. Екеуінде екі максимумдар 40 болса, бір ғана максимум керек маған. Енді дене координатаның тәуелділік теңдеуі береді. Формула x тең x максимум синус омега т. Енді x максимум 20 сантиметр, бірақ менде қараңдар метрмен өлшей деген, сондықтан 20 сантиметрді метрге айналу үшін 100-ге бөлемін. 0,2 метр. Сонда x тең x максимум орнына 0,2 синус омега дейді. Омеганың формуласы қандай еді? Омеганың формуласы 2π бөлінген үлкен т. Яғни 2π-ді мен 4 секундқа бөлуім керек. Сонда менде қанша шығады? Мынау қысқарады, 2π бөлінген 2. Омегамның орнына мен π бөлінген 2-ні қоямын, көбейтілген т. Міне осылай біз гармоникалық тербелістің теңдеуін жаздық. Так, 20 деген келмейді, 0,4 келмейді, мынау келмейді. Бізде жауап д нұсқасында. Келесі. Ұзындығы 3 метр, көлденең қимасының ауданы 1 мм квадрат болат сымның әрбір ұшына 210 ньютон созушы күш түсірілген сымның абсолют деформациясы. Енді абсолют деформациясы дегеніміз не? Дельта L-дің L-ге L0-ға қатынасы бізде осындай формула бар, F-дің E S-дің қатынасындай. Осы жердегі дельта L-ді табу, дельта L дегеніміз осы сымның абсолют деформациясы. Дельта L-ді табу үшін мен астында тұрған L0-ді үстіне көтеріп жіберемін, қалған нәрселердің барлығы орында қалады. Енді F дегеніміз 210 ньютон екен, созушы күш 210. Көбейтілген L0 дегеніміз ұзындығы ол 3 метр. Бөлінген E юнит модулі бұл қандай нәрсе? Сым. Қандай да бір сым берілген 210. Гига дегеніміз оның 9 дәрежесі. Және 1 мм квадрат. Так, 1 мм квадратты біз метр квадратқа айналдырайық. Біз 1 миллиметрде оның минус 3 дәрежесі метр бар екен берілген. Енді квадраттау үшін мұны нанда квадраттауым керек. Оның минус 6 дәрежесі метр квадрат. Сонда 1 мм квадраттың орнына мен оның минус 6 дәрежесі метр квадрат жазамын. Тең 210 мен 210 қысқарады. Сонда 3 көбейтілген оның плюс 9 мен минус 6 оның плюс 3 береді. Жоғарыға барып ол оның минус 3 дәрежесі метр. Немесе 3 миллиметр. Жауап д нұсқасында. Келесі. Екі нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу күші 1 ньютон. F тең K Q1 Q2 бөлінген R квадрат тең 1 ньютонға. Егер де осы зарядтардың орналасу қашықтығын 2 есе кемітсе дейді. Давайте ол жерде K, Q1, Q2 өзгеріп жатқан жоқ. Формула қалай түрде қалады? F тең 1 бөлінген R квадрат, яғни күшіміз ара қашықтықтың квадратына кері пропорционал. Бізде қашықтық 2 есе кемісе, онда R 2 есе кемісе квадратына F керісінше 4 есе арту керек. Өйткені 4 есе негізі 2 есе кемісе 2 есе арту керек. Бірақ квадраты есе формулата болған соң, мен басында 1 ньютон еді, F-ім 1 ньютон болса, келесі F2 уже 4 ньютон болып кетеді. Себебі квадраты есе артады. Яғни F-ім 2 есе артты, ол 2 ньютон, оның квадраты 4 ньютон. Жауап бізде так. Нұсқасында. Келесі. Суреттегі кедергілері R1 2 Ом, R2 2 Ом, R3 4 Ом электр тізбегінің тұрақты 10 вольт керегі жазылса, кедергісі 4 Ом резистор ұштарындағы кернеу. Наған берілетін кернеу. Так, U3-ті тауып берген. Давайте бетейік. Бірінші, біздер жалпы кедергіні таулайық. Бізде қараңдар, егер екі кедергі болатын болса, олар параллель жалғанып тұратын болса, мысалы, мынау 4 Ом, мынау 4 Ом болатын болса, жалпы кедергіні табу үшін 2 Ом бола салады. Яғни, біреуінің жартысын ала саласыңдар. Сонда, мен мына жердегі R1 мен R2-нің жалпы кедергісін алғым келсе, екеуінен мынау 2 Ом екен, мынау да 2 Ом. Онда общий жалпы бір кедергі шығады, ол 1 Омға тең болады. Не тура жартысына. Себебі екеуі де бірдей. Ол келеді де кімге барып қосылады? 4 Омға тізбекте қосылады. Сонда жалпы кедергі менде 4 қосылған 1 тең болады 5 Омға.
Енді мен жалпы тоқты тауып алайын. Жалпы тоғым 10 вольт беріліп жатыр екен. Яғни U бөлінген R ғой. U 10 вольт бөлінген 5 тең 2 ампер. Міне, мына жерден келеді де 1 ампер ағады. Мына жерден мысалы 2 ампер плюс минус болатын болса, тоқ былай келеді де 2 ампер тоқ ағып жатыр. Міне, былай келіп 2 ампер тоқ ағады. 2 ампер тоқ ағып 2-ге бөлініп кетеді. Мына жерден 1 ампер, мына жерден 1 ампер. Келеді де қайттан қосылады. Неға кеп? Қайтадан 2 ампер. Онда R3-тен өтетін тоқ менде сол 2 ампер. I3-ім 2 амперге тең. Сонда не істейміз? Енді U3-ті табу үшін мен I3-ті просто R3-ке көбейте саламын. 2-ні көбейтем, R3-іміз қанша менде? 4-ке тең. Сонда менде 8 вольтқа тең. Сонда 10 вольттың 8 вольты мынаған берілсе, 2 вольты мынаған кетеді. Жалпы мынаған кетеді. Болды. Келесі. Теңізде жүзіп жүрген мұз кесегінің су бетіндегі бөлігінің көлемі 195 метр куб болса, мұздың суға батқан бөлігінің көлемі қанша? Мына алдыңғы нелерде түсіндіргем, қалай болатындығын. Так. Міне мынандай нәрсе, Так. Мынандай бір стакан болатын болса, стаканда су бар. Суда қандай да бір дене бар. Кейбір бөлігі батқан, мысалы В1 деген бөлігі батқан, В2 деген бөлігі батпаған. Осы бізбеге судың бетіндегі, яғни батпаған көлемі берілген, ол 195 метр куб. Мұздың суға батқан бөлігін табу керек, яғни В1-ді табу керек. Менде Архимед заңы бойынша қандай еді? Архимед күші тең болады ауырлық күшіне. Қай кезде? Суға егер жүзіп жүрсе. Енді ауырлық күші дегеніміз ол дененің массасын дененің көлеміне, дененің G-ға көбейту керек. mg. Ал Архимед күші дегеніміз ρ неге батырылып тұр? Су ма? Судың көбейтілген G көбейтілген батқан дененің көлемі V1. Батқан. Сонда формула қалай болады менде? M денені табу үшін мен ρ денені V денеге көбейтем, және G. Міне формула осылай екен. Сонда ρ дене, V дене көбейтілген G тең болады ρ су, G және де V1. Енді G мен G қысқарады. А V дене дегеніміз не? Дене дегеніміз суға батқан бөлігі де, батпаған бөлігі де екеуінің қосындысы. Общий ол дененің көлемі. Сонда ρ дене, V дененің орнына мен V1 плюс V2-ні қоямын. Тең ρ су көбейтілген V1. Мен осы денені табуым керекпін V1-де. Сонда ρ дене дейді, ол 900-ге тең. 900 көбейтілген жақшаның ішінде V1 жоқ, қосылған V2 ол 195-ге тең. ρ су 1030 көбейтілген V1. Енді жақшаны ашып жіберейін. 900 V1 қосылған. 900-ді 195-ге көбейтсек 175.500 тең 1030 V1. Енді V1-лерді бір жаққа жинаймын. Яғни 1030-дан алып тастаймын. 900-ді 130 V1 тең болады 175.500-ге. Сонда V1-ім 175.500-ді мен бөлемін 130-ға. 1350 дейді. 1350 метр куб. Бізде В нұсқасында. Келесі. Диаметрі 0,12 мм балық аулайтын қармақтың капрон жібі 7,5 ньютон максимал күшке шыдайды. Капрон жіптің беріктік шегі дейді. Енді беріктік шегі деген нәрсе сигма деп аталады. Сигма макс.
ол F max-тың, яғни максимал күштің ауданға қатынасы, яғни түсіріп тұрған ауданына. Енді диаметр берілген, біз радиусын таба аламыз. Жартысы 0,6 миллиметр. Енді біз 0,112-ні біз 2 бөлсек 0,6 шығады. Енді бізде миллиметрді метрге айналдыру үшін бүйтеміз. 0,6 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі метр. Давайте бүйтейік. Мынақта 2 тұр қайрақ. 6 көбейтілген 10-ның 2 мынаған қосылады сонда. -5 дәрежесі метр. Енді бізде F max бар, яғни күш бар, бізде аудан жоқ. Ауданды қалай табамыз? Ауданды πr квадрат деп табамыз. Пи дегеніміз 3,14 көбейтілген радиустың квадраты, міне мынаның квадраты. 6-ның квадраты 36-ға тең, көбейтілген 10-ның -5 дәрежесінің квадраты 10-ның -10 дәрежесі тең. Сонда 3,14-ті мен көбейтемін 36-ға. Так, 113 дейді. 113 көбейтілген 10-ның -10 дәрежесі метр квадрат. Енді сигма максты таба саламын. Сигма макс дегеніміз F max 7,5 дейді. Бөлінген 113 көбейтілген 10-ның -10 дәрежесі. Так, 7,5-ды 113-ке бөлейік. 0,066. 0,066 көбейтілген 10-ның -10 жоғары барып +10 болады. Так, қайсына кетіреміз? Тағы бір өтір қайырайық, сонда жауап келеді. 0,66, бір өтір қайырдық. Сонда керісінше өтір азайылады, 9 болып кетеді. 0,66 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі паскаль. Немесе 10-ның 9 дәрежесін біз не деп алуға болады? Жаңағыдай, жауаптағыдай гига паскаль деп бастауға болады. С нұсқасында. Бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан бірдей теріс зарядталған кішкентай екі шар 0,123 миллиньютон күшпен өзара әрекеттеседі. Әр шардағы артық электрондар саны. Бізде зарядтар білесіңдер кулон күшімен әрекеттеседі. Екі бірдей теріс зарядты, яғни Q1-дің Q2-ге тең. Оның барлығын Q деп ала салайық. Сонда формула қалай өзгереді? F тең K Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R квадрат, негізгі формула. Сонда K Q1 мен Q2-ні орнына екеуіне де Q қоямын. Екеуіне де Q қойсам Q квадрат болып кетеді. Бөлінген R квадрат. Алдымен біз Q квадратты алайық. Q квадратты анықтау үшін мен F R квадрат бөлінген K деген формула бар. K өйткені басы астына түсіп кетеді, қалған бәрі үстіне тең. F дегеніміз бізде 0,23 0,23 көбейтілген милли дегеніміз 10-ның -3 дәрежесі. R-дің квадраты бізде 10 сантиметрді бірінші метрге айналдырып алайық. 0,1 метр. Яғни 100-ге бөлеміз. 10-ның квадраты 0,101 бөлінген K дегеніміз 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі тең. Так, сандармен жұмыстайық. 0,23-ні 0,101-ге көбейтіп, оны бөлеміз 9-ға. Ойбай, сан көп шығып кетті ғой. 0,30, одан кейін 26 көбейтілген. Так, оның +9 дәрежесі үстіне барып -3 болады. -9. Сонда оның -3 бар өзі міне көбейтілген 10-ның -9 тең. Давайте мынаны 26-ға келтірейік кішкене. Немесе 2,6-ға келтірейікші. Сонда 1 өтір қайырам, 2 өтір қайырам, 3 өтір, 4 өтір. Мына жерде 10-ның -4 өтір қайырдым міне. Ана жерде 10-ның -3 бар, және 10-ның -9 бар. Сонда барлығы қосылып 2,6 көбейтілген қанша болады? 10-ның мына жерде 9-ға 3-ті қоссақ 12, 16, -16. Бұл Q квадрат. Q-ды табу үшін барлығын түбірге аламыз. Сонда 2,6-ның түбірі 1,16 болады екен. Шамамен 1,16 көбейтілген 10-ның -16-тан -8 деген нәрсе шығып кетеді. Кулон. Енді электрондар санын анықтау үшін Q тең EN деген формула бар. Осы жерде N деген сол саны. Q-дің E-ге қатынасы. Q дегеніміз ол бізде шыққан 1,16 көбейтілген 10-ның -8 дәрежесі.
Ал Е деген ол элементар заряд немесе электронның заряды 1,6 көбейтілген 10-ның минус 19 тең 1,6 мен 1,6 қысқарады. 10-ның минус 8 көбейтілген 10-ның минус 19 үстіне барып плюс 19 болады. Сонда 19-дан 8 алсақ 10-ның 11 дәрежесі шығады екен. Әр біреуінде осыншама электрон саны бар. Келесі. Биіктігі 25 метр ғимаратты 100 метр қашықтыққа фотоаппаратпен суретке түсірді. Давайте ғимаратты мен былай алайын. Міне мынау менде ғимарат. Мына жерде айналары бар. Міне осы ғимараттың биіктігі 25 метр. Осы ғимаратты міне мынандай бір арақашықтық бар. 100 метр арақашықтықта фотоаппаратпен суретке түсірді. Фотопленкада ғимараттың кескіні 5 мм. Естеріңде болсын, фотоаппарат, міне мынау фотоаппарат қой. 100 метр арақашықтықта фотоаппарат тұр. Фотоаппаратқа бірінші келіп түседі. Міне мынау келіп фокус аралығына түседі. Мынау фокус аралығы келіп түскен кезде ғимарат керісінше болып қалады. Мына ғимараттың керісінше төңкеріліп қалады. Сонда оның биіктігі 5 мм болып қалды. Табу керек фотоаппараттың оптикалық күші. Кез келген фотоаппараттың оптикалық күшін табу үшін біз оның фокус аралығын табу керекпіз. Енді формула оңай. Біз 25 метрді өзінің, яғни кескіннің биіктігін өзінің арақашықтығына бөлеміз, 100 деген. Тең 5 миллиметрді, яғни 5 өзінің кескінін 5 миллиметр деген сөз оның минус 3 дәрежесі. Өзінің арақашықтығына, яғни фокус аралығына бөлеміз. Енді осы жерде фокус аралығын табайық. Фокус аралығын табу үшін біз 5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесін 100-ге көбейтіп барып 25-ке бөлеміз. 100 бен 25 қысқарады 4. 5-ті 4-ке көбейтсек 20 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі метр. Енді оптикалық күшін таба салайық. Оптикалық күші 1 бөлінген F мынау. 20 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Минус 3 дәрежесі үстіне барып плюс 3 дәреже болады, бөлінген 20. Ал оның плюс 3 дәрежесі деген сөз 1-ден кейін 3 нөлді қой деген сөз, яғни 1000. 20. 1000-ды 20-ға қойсақ бізде қанша шығады? 50 dPtr. 50 dPtr-ге тең. Сонда жауап А нұсқасында. Келесі. Берілген суретке сәйкес, егер жылу алмасу кезінде энергия шығыны болмаса, алюминийдің суға батырылғанға дейінгі температурасы. Бізде мынандай нәрсе бар. Q кім береді, сол Q энергия алғанға тең болады. Енді беріп жатқан белгілі ол алюминия, алып жатқан су. Енді Q бергенді жаулайық. Q берген тең С қандай не берді? Алюминий. М алюминий, жақшаның ішінде Т алюминий минус Ö. Q алған, С су, М су, Ö минус Т су. Енді осы екеуін теңестірейік. С алюминий, М алюминий, Т алюминий минус Ö тең болады С су, М су, Ö минус Т су. Енді не істесек болады? Бізге Т алюминий керек, алюминийді. Т алюминийді табу үшін мен бірінші мына бір жақшаны тауып алайын. Т алюминий минус Ö тең болады С су, М су, Ö минус Т су бөлінген С алюминий, М алюминий. Яғни қасындағылар астасып кетеді. Ал бірінші қысын тауып алайық бірінші. Т алюминий минус Ö тең болады С су. Судікі бізде 4200. Көбейтілген М су. Судікі 300 грамм. 300. Жақшаның ішіне Ö дегеніміз міне мынау екінші тұрған. Так, примерно қанша бізде? Мынау шкала 50. 52, 54. Ö бізде 54 шамамен. Менің көзім көргенше. Шкала 54-ті көрсетіп тұр. Өнің орнына 54 минус судікі. Судікі 32, өйткені 32 градус Цельсий.
32 С алюминий 920-ға тең көбейтілген М алюминий 200 грамм міне мынаның ішіндегі. Да, мына 2 нөл мен мына 2 нөл жойылып кетеді. Так. Калькулятор. 4200-ді мен көбейтемін 3-ке. Оны көбейтемін. Так, 54-тен 32-ні алайық. 54-тен 32 алсам 22. Так. Үсті менде 277.200 шықты. Астында 920 көбейтілген 2. 1840. 1840. Енді 277.200-ді мен бөлейін 1840-қа. 150,65. Шамамен 151 градус Цельсий. Енді Т алюминий минус Ө тең болды 151 градусқа. Т алюминиум, мына Өні неға плюс қылып жүрем. 151 плюс Ö. Сонда 151 плюс Ö менде 54-ке тең. Так, бізде 200 шамамен 5 градус Цельсия. Жауап В нұсқасында. 4 метр секунд жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған массасы 0,5 кг дененің ең жоғарғы биіктікке көтерілгендегі ауырлық күшінің жұмысы. Енді ауырлық күшінің жұмысын табу үшін бізде ең жоғарғы нүктеде просто несін тапсақ болды? Кинетикалық энергия mv квадрат бөлінген 2-ні тапсақ болды. Сонда массамыз 0,5, жылдамдығымыздың квадраты 4-дің квадраты 16 бөлінген 2. 16 мен 2 қысқарады 8, 8 0,5-ке бөлсек 4 джоульға тең. Себебі Е кинетика максимумымыз Е потенциал максимумға тең. Яғни потенциал табасың ба, кинетиканы табасың ба, бәрі бір. 4 джоуль. Так, тоқтаңдар. Жоғарғы көтерілгендегі көтеріліп келе жатса естерінде болсын. Жоғары көтерілсе жұмысымыз минус Е потенциал болады. Яғни потенциалдар энергия минус бола береді. Яғни жауап G және H нұсқаларында. Мынауда болмайды. Келесі, температурасы 127 градус Цельсий, қысымы 2 килопаскаль болатын судың қаныққан буының тығыздығы. Бізде Менделеев Клапейрон теңдеуінде P тең ρ/Т бөлінген үлкен М деген формула бар. Осы жерден тығыздықты табатын болсақ, Pm бөлінген RT. Яғни P дегеніміз 2 килопаскаль, 2 көбейтілген 10-3 дәрежесі, масса 18 көбейтілген 10-3 дәрежесі, яғни молярлық массасы бөлінген R дегеніміз универсал газ тұрақтылығы 8-31, температура 127 градус Цельсий. Оны біз кельвинге айналдыру үшін 270 қосамыз. Сонда 400 тең. Плюс 3 пен минус 3 кетті. Үсті 36 болады, асты. Так, 400-ді 8,31-ге. 3324. Сонда мен 36-ны бөлемін 3324-ге. 0,01. 0,01 килограмм бөлінген метр куб. 0,01 немесе 10 грамм айналдырып жүреміз. Сонда SG нұсқаларында. Магнит ағынның өлшем бірлігі. Магнит ағынның өлшем бірлігі естерінде болсын, ол Веберге тең. С нұсқасы. Кернеулігі 3 көбейтілген 10-5 дәрежесі ньютон бөлінген кулон бір текті электр өрісінде тепе-теңдік күйде болатын массасы 3 көбейтілген 10-9 дәрежесі грамм теріс зарядталған мырыш тозаңының заряды және артық электрондар саны. Енді екі күші әсер етіп жатыр жаңағы зарядталған тозаңға. Бірінші жағынан mg, екінші жағынан электр өрісінің күші QE деген. Енді екеуін теңестірейік, mg мен QE-ні. Осы жердегі зарядты табу керек. Зарядымыз сонда қасында E асы түсіп кетеді, қалған бәрі үстінде. Сонда m масса дегеніміз ол 3 көбейтілген 10-ның қараңдар грамм, бірінші минус 9, одан кейін килограмм айналысын минус 3-ті тағы тіркеп жазамыз. Көбейтілген G 10-ға тең, E дегеніміз 3 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі. 3 пен 3 қысқарып кетеді. Сонда дәреже қандай? Мынау 1 дәрежесі.
10-ның минус 9 минус 3 минус 12 көбейтілген 10-ның бір дәрежесі, мынау 5 үстіне барады, минус 5 болып кетеді. Сонда минустарды қосып алайық. Минус 5 пен минус 12, 10-ның минус 17, и 1 мен 10-ның минус 16 болып қалады. Кулон. 10-ның минус 16 дәрежесі кулон. Бізде ондай нәрсе бар ма? Е нұсқасында ғана. И G нұсқасында, қазір. Басқа нұсқада жоқ. Енді артық электронда саны Q тең EN. Осы жердегі N-ді табасыңдар. Яғни Q бөлінген E тең. Q дегеніміз жаңағы 10-ның минус 16 дәрежесі, ал E дегеніміз 1,16 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі. Сонда 1-ді 1,16-ға бөлсек 0,625 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесіне барып плюс 19 болады. 19-да 16-ны алып тастасақ, 10-ның плюс 3 дәрежесі. Сонда мынаны 1000-ға көбейтсек 625. Міне мынау келеді сәйкес, және мынау ғана сәйкес келеді. Өйткені оның қалғандары сәйкес келмейді. Так, уақыт бар ма? Когерентті жарық сәулелері қосылғанда интерференция максимум. Енді максимум деген кезде бүтінді қараймыз. Бүтін және жұп. Так, бүтін емес мынау. Ал минимум деген кезде бөлшек немесе қалдығы барсан, және так. Так, мынау так бізде, мынау бөлшек, мынау тоже бөлшек, мынау тоже так, 6 деген жұп, және бүтін, 3 дегеніміз так, 5,5 бөлшек, 2, 6 мен 2 пи жатады. Айналып жатқан дискінің шеткі нүктеден сызықты жылдамдығы, міне мынандай бір жылдамдық дейді. Сеткі дегеніміз V1 деп қойайын. Айналу осіне, айналу осіне 5 сантиметр жақын орналасқан. Сонда екеуінің арасы 5 сантиметр жақын орналасқан нүктенің жылдамдығынан, мына жерде V2. V1 V2-ге қарағанда 2,5 есе артық. 2,5 V2 дискінің радиусы. Енді қараңдар, егер шеңбер бойымен немесе дискпен айналып жатса, всегда мынандай формула. Бізде бұрыштық жылдамдықтары тең. Енді формула қалай болады? V тең омега R деген формула бар. Осы жерде омеганы табатын болсақ, V бөлінген R. Сонда омега 1-ге V1 бөлінген R1 деп жазам. Ал омега 2-ге V2 бөлінген R2 деп жазам. Сонда қараңыздар, V1-дің орнына не деп жазам мен оны? 2,5 V2 бөлінген R1 тең болады V2 бөлінген R2. V2 мен V2 қысқарады, осы жерде R1 2,5 R2-ге тең. Сонда қараңыздар, мына радиус мынандай үлкен R. Ал R2 менде қандай болып тұр? R2 үлкен R-ден 5 сантиметрді алып тастағандай. Мына кішкентай R болып қалды ғой. 5 сантиметрді алып тастадық. Сонда R1 тең 2,5 R2-ның орнына R1 минус 5 сантиметр. Сонда R1 тең 2,5 R1 минус 2,5-ті 5-ке көбейтсек 12,5. R-ді мына жаққа жіберсек 1,5 R1 болып қалады. Тең 12,5. Сонда R1-ім 12,5-ті 1,5-ке бөлсек 8-де 3 дейді. 8,3 сантиметр. Дискінің радиусы осы. 8-де 3 сантиметр, 83 миллиметр. Келесі. Термодинамикалық жұмыстың формуласы. Термодинамикалық жұмыстың формуласы А тең P дельта V, немесе А тең P V2 минус V1-ге тең. Сонда А нұсқасында және С нұсқасында. Мынау келмейді. Келесі ашық тербелмелі контурдағы ток күшінің уақытқа тәуелділік заңдылығы берілген. Ауада таралатын толқынның ұзындығы. Толқын ұзындығын табу үшін біз жылдамдықты жиілікке бөлеміз. Немесе жылдамдықты көбейтеміз периодқа. Так. Енді периодты табу үшін бізде омега деген бар, формула I тең
и максимум косинус омега т-ға тең. Енді омеганы табу үшін біз 2 пиді т-ға бөлеміз. Осы жерде периодты табу үшін 2 пиді омегаға бөлеміз. Сонда 2 пи бөлінген омеганың орны не тұр? Т-ның алдындағы сан 6 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі пи. Тең болады. Пи мен пи қысқарады, 6 мен 2 қысқарады, 3-тен 1, 3 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі. Міне, т-ның орнына осыны қоямыз. Сонда лямбда тең v дегенім жылдамдық ол 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі, т-ның орнына 1 бөлінген 3 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі. 3 пен 3 қысқарады, 10-ның 8 дәрежесі 10-ның 5 дәрежесі үстіне барады да минус 5 болады. 10-ның 8 минус 5 тең 10-ның 3 дәрежесі метр, немесе 1 километрге. 10-ның 3 дәрежесі 1 километр немесе g-ға тең. Келесі. Тұрақты қысымды цилиндрдің жылжымалы поршень астындағы идеал газ 150 кельвин 600 кельвинге дейін қыздырылды. Осы кезде газ көлемі наған дейін артты, газдың көлемі. Енді біз тұрақты қысым деген изобар. В1-дің Т1-ге қатынасы, В2-ның Т2-ге қатынасы. Енді температура В1-дің орнына В1 тұрсын, Т1-дің орнына 150 қоямыз. В2-ның орнына В2 тұрсын, Т2-ның орнына 600 қоямыз. Сонда осы жерден 150 мен 600 қысқарады. 600-ді біз 150-ге бөлсек 4. Сонда V2-міз 4 V1-ге тең. Ал қараңыз, осы кезде газ көлемі мынанша артты дейді. Онда дельта V-міз 3 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Артты десеңіз дельта. Енді қараңыз, дельта дегеніміз V2-ның V1-дің азайтындысы 3 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Осы жерде V2-ның орнына 4 V1-ді қоямыз. 4 V1 минус V1 тең 3 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. 4-тен 1-ді алып тастасақ, 3 V1 тең 3 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. 3 пен 3 қысқарып кетеді, V1-ім просто 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб немесе 1 литр. 1 литр H және V нұсқасында. Электронның массасы тыныштық массасының 2 есе артық болатын қозғалыс жылдамдығы. Енді бұл салыстырмалы теорияда бар, m0 бөлінген төбір асты 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат. Осы жерде қараңыздар, тыныштық массасы нан 2 есе артық. Онда m тең 2m0-ға тең. Мына m-ның орнына 2m0 қоямыз. m0 мен m0 қысқарады. Сонда 2 тең 1 бөлінген төбір асты 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат. Енді бүкіл жерді квадраттап жіберейік. 4 тең 1 бөлінген, мынау төбірден құтылады. 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат. Сонда екі жағын алымы мен бөлімін ауыстырамын. Мына жерге 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат келсін. Мынау 1 бөлінген 4. Сонда 1 минус 4-тен 1 мына жерге минус болып келеді. Мына минус мына жаққа барып плюс болып кетеді. v квадрат бөлінген s квадрат. 4-тен 3 болады. Мынаған 4-тен 1, 4-тен 3 тең v квадрат бөлінген s квадрат. Осы жерде v квадратым 4-тен 3 s квадратқа тең. Енді түбірге алсақ, v тең 4-тен түбір асты 2, түбір асты 3 с. Міне осы. 2-ден түбір асты 3 с. Міне басқа болмайды. Міне осымен нұсқаны аяқтадық.